26-шы есеп. Трактордың алдыңғы доңғалағының шеңбер ұзындығы 3 метр. Ал артқы доңғалағының шеңбер ұзындығы 5,7 метр. Трактор қандай арақашықтықты жүргенін табыңыз. Егер оның алдыңғы доңғалағы артқы доңғалағына қарағанда 81 айналым артық жасаса. Біз трактордың доңғалағын көз алдымызға елестетейік. Оның артқы доңғалағы алдыңғы доңғалағынан үлкен болады. Және бізге осы доңғалақтардың шеңбер ұзындығы берілген. Алдыңғы доңғалақтың шеңбер ұзындығы 3 метр, ал артқы доңғалақтың шеңбер ұзындығы 5,7 метр. Енді алдыңғы доңғалақ бір айналым жасаған кезде ол өзінің ұзындығын жүріп өтеді. Демек, бір айналым жасағанда ол 3 метр жолды жүріп өтеді. Ал артқы доңғалағы бір айналым жасаған кезде сәйкесінше 5,7 метр жолды жүріп өтеді. Енді бізге айтады, артқы доңғалағына қарағанда алдыңғы доңғалағы 81 айналым артық жасайды дейді. Ендеше, артқы доңғалағы x айналым жасады десек, онда алдыңғы доңғалағы x қосылған 81 айналым жасаған. Алдыңғы доңғалағы артқы доңғалағынан кіші болғандықтан, ол көп айналым жасайды, бірақ екеуінің де жүретін қашықтықтары, жолдары бірдей. Ендеше біз мынандай теңдеу жасай аламыз. Бір айналым жасағанда 5,7 метр жол жүреді, және x айналым жасайды. Ендеше оның жүріп өткен жолы осындай. Ал алдыңғы доңғалағы бір айналым жасағанда 3 метр жол жүреді, жасаған айналым саны x қосылған 81. Біз осы теңдеу арқылы айналым санын таба аламыз. Ендеше осы теңдеуді шешейік. 5,7 x тең, жақшаны ашамыз, 3x қосылған 243. Белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтаймыз. 243. Осы жерден 2,7 x тең 243, және x-ті табу үшін 243-ті бөлеміз 2,7-ге. Немесе 2430-ды бөлеміз 27-ге. Үтірді бір орын алдыға жылжыттық. Сонда 90 шығады. Демек, артқы доңғалағының жасаған айналым саны 90, ал алдыңғы доңғалағы жасаған айналым саны 171. Біз екеуінің алдыңғы доңғалақпен есептесек те, артқы доңғалақпен есептесек те, қашықтықтар бірдей болады. Тексеріп көрейік. Біріншісі, 5,7-ні көбейтеміз 90-ға. 5,7 ол бір айналым жасағанда жүретін жолы, ал ол 90 айналым жасаған. Демек, 57-ні көбейтеміз 9-ға, осыдан 513 шығады. 513 метр. Демек, трактор 513 метр жол жүрген. Енді алдыңғы доңғалағымен тексеріп көрейік. 3-ті көбейтеміз 90 қосылған 81-ге. Ол тең 3 көбейтілген 171, бұл 513 метрге тең болады. Демек, трактор 513 метр арақашықтықты жүрген. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.